Сәлеметсің бе? Бірінші сынып оқушысы. Жаратылыстану пәніне қош келдің. Сабағымыздың тақырыбы жануарлардың қандай түрлері болады. Бүгінгі сабақта жабайы жануарлардың үй жануарларынан айырмашылығын білетін боласың. Үй жануарларын қалай күтуді білесің. Сабақтағы тірек сөздер: жабайы жануарлар, үй жануарлары, төлдер. Негештің Қазақстанда тіршілік ететін қандай жануарларды білесің деген сұрағына жауап іздеп көрейік. Олай болса, бейнероликті тамашалап алайық. Ақбөкен киік жұптияқтылар отрядының бөкендер туысына жататын түс жануары. Қазақстанда ақбөкендердің бір-бірінен жеке дара бөлінген бетпақдала арыс, үстір және еділ жайық деген топтары мекендейді. Арқар жұптияқтылар қатарының қуыс мүйізлер тұқымдасына жататын ірі аң. Тау арқары туысының сүтқоректі жануары. Қазақстанның таулы жерлерін мекендейді. Аю жыртқыштар отрядына жататын аң. Қазақстанда Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Тарбағатай, Сауыр және Алтай тауларында аюдың екі түр тармағы мекендейді. Барыс мысық тұқымдасына жататын жыртқыш аң. Қазақстанда Тянь-Шань, Тарбағатай, Сауыр мен Алтай тауларының биік жоталарында таралған. Жарайсыңдар. Ал енді жануарлар дүниесі айдарына назар аударайық. Фотосуреттерге қара. Жануарларды ата. Оларды топтарға бөл. Қандай топтар шықты? Неліктен? Эвриканың пайымдауынша, сиыр мен тауық үй жануарлары, арқар, құлан, кәмшат жабайы жануарларға жатады екен. Олай болса, Эврика суреттегі жануарларды екі топқа бөліпті: үй жануарлары және жабайы жануарлар. Ал сен қанша топқа бөлдің? Эвриканың жауабымен сенің жауабың сәйкес келеді ме? Жарайсың. Есте сақта. Табиғатта өз бетінше тіршілік ететін жануарларды жабайы жануарлар, ал адамдар күтіп баптайтын жануарларды үй жануарлары деп атайды. Енді суретке қара, мұқият бол. Жануарлар не істеп жатыр? Олардың қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары? Неліктен? Эврика борсықты жабайы жануарлар тобына жатқызды. Себебі жабайы жануарлар азықтары мен мекендейтін жерлерін өздері табады. Ал күшікті үй жануарына жатқызды. Неге деп ойлайсың? Өйткені үй жануарларына адамдар қамқорлық жасайды. Оларға қора салады, азығын дайындайды. Қажет жағдайда мал дәрігеріне тексертіп алады. Енді үй жануарлары туралы бейнероликті тамашалап алайық. Үй жануарлары және жабайы жануарлар болып екіге бөлінеді. Үй жануарларына 4 түлік жатады. Олар сиыр, түйе, жылқы, қой, ешкі. Сонымен бірге ит пен мысық та үй жануарларына жатады екен. Жабайы жануарлар азықтарын өздері тауып жейді, ал үй жануарларын адамдар тамақтандырады. Сендерді ата-әжелерің жақсы көріп, сүйкімді жануарлардың аттарымен еркелетеді екен. Қандай тамаша! Осы сүйкімді жануарлар да 4 түлікке жатады. Олар сиырдың төлі бұзау, түйенің төлі бота, жылқының төлі құлыншақ, қойдың төлі
қозы, ешкінің төлі лақ. Эврикамен бірге зерттеу жұмысын жүргізейік. Адам үй жануарларын қалай күтіп баптайды? Зерттеу жұмысының нәтижесін қорытындылайық. Әр үй жануарлары өз мекеніне орналастыр. Мысалы, ит үйшікте мекендейді. Әрі қарай тапсырманы өзің орында. Негеш пен Эврика тапсырманы қалай орындағанын тексерейік. Сендердің де тапсырмаларың дұрыс болғанына сенімдімін. Негештің неліктен ит пен қасқыр бір-біріне ұқсайды деген сұрағына жауап қарастырайық. Ит қасқыр тұқымдасына жатады. Ит адамның досы, жолға шыққанда серігі, аң аулағанда көмекшісі. Қасқыр жабайы жануар. Қасқырды қанша бақсаң да далаға қарап ұлиды деген халқымыздың даналық сөзі бар. Өйткені ол түз жануары. Балалар, бүгін сабақта не түсіндіңдер? Сабақ сендерге ұнады ма? Мен сенің жетістік баспалдағының жоғарғы сатысынан табылатыныңа сенімдімін. Және сабақ мазмұнын жақсы меңгерді деп ойлаймын. Алдағы күніңе сәттілік тілеймін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңдар.